Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып орхидея. Көріп отырғандарыңыздай, бұл орхидея маған 2-3 күндікте сыйлыққа келген болатын. Орхидеяның астыңғы жағын қарайтын болсақ, шіру процесі жүріп жатыр, және де шелегін қарап отырсаңыздар, ода неше түрлі бактериялар, яғни мохтар өсіп жатыр. Бұл жерде шіру процесі жүріп жатыр. Шіру процесі одан ары қарай дамымау үшін енді біздер не істеуіміз керек? Гүлімізді топырағынан ажыратып алып, мұқият осылай ажыратып ала отырып, оның тамырларын зерттеп шығамыз. Қай жерлері шіріп жатыр, қай жерлері қарайып жатыр. Бұның барлығында біз өткір пышақты залалсыздандырып алып, антисептикпенен әбден тазартылып алған пышағымызбенен мұқият гүлімізді тамырын шіріген тамырлардан ажыратып алып шығамыз. Жапырақтарын мұқият қараймыз. Барлық шіріген жерлерін алып тастамасақ, ол алдағы уақытта да шіру процесі жалғаса беретін болады. Орхидея гүліне келетін болсақ, өте нәзік гүл, өте кінәмшіл гүл. Ол екінің бірі өсіре бере алмайды. Оның өзінің температурасын сақтау керек, су құю режимдерін сақтау керек. Егерде осының барлығы сақталмаған жағдайда орхидея бірден өзінің тамырын шіртеді. Көріп отырғандарыңыздай, біздер орхидеяның барлық шіріген жерлерін алып шықтық. Енді осы шіріктер қайталанбас үшін біздерге өсімдіктерге зиянсыз антисептиктік препарат керек. Оның яғни шіру процесін тоқтататын. Ол үшін біздерде ас үйімізде пайдаланатын корица өте жақсы көмектеседі. Бір қасық корицаны бір стакан суға мұқият езіп алып, оған орхидеямызды жарты сағатқа салып қоямыз. Жарты сағат тұрған орхидеяны енді біздер шыны ыдысқа су құйып аламыз. Менің жағдайымда орхидеяда кішкене болса да тамыр қалып отыр. Осы тамыры ғана суға малынып тұратындай, ал негізгі деңгейі суға малынбау керек, өйткені ол шіріп кетуі мүмкін. Сондықтан да тек қана тамыры жетіп тұратындай ғана қылып, тамырдың бір шетін суға малып қоямыз, және де алдағы уақытта тамырлануын күтеміз. Жалпы орхидеяны тамырлатудың көптеген әдістері бар. Біреулер мохқа байлап қойып жатады, перлитке, агроперлитке салып жатады. Ал маған осы су арқылы тамырлату әдісі ұнайды. Тамырлатуға келгенде маған осы суменен тамырлату ұнайды. Ал маған өзіме осы орхидеяға келген кезде маған су арқылы тамырлатқан ұнайды. Егер де бүгінгі менің қозғаған тақырыбым сіздерге қызық болған болса, онда қоңырауды басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, және жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет, қош саламатта болыңыздар.